саламатсыңдар ма, балалар? Сәлем, достар. Әжей, маған қандай ертек айтасыз? Бүгін мен балаларға және Маймылтай саға піл мен маймыл жайлы ертек айтпақшымын. Ой, қандай күшті. Ну орманда піл мен маймыл мекендеген екен. Піл болса масаттанып, мен осы ормандағы ең алып жануармын деп мақтанады. Ал маймыл болса, ал мен ормандағы ең епті жануармын. Дұрыс, сондаймын. Ағаштан ағашқа секіремін деп масаттанады. Секірем. Көрдің бе, маймылдар осылай мақтаншақ болады. Сөйтіп, екеуі дауласып жатқан кезде ағаштың бұтасында тұрған үкі «Сендер дауласпаңдар» деп, былай деп шешімге келеді. Қалай? Екеуіңе де бір тапсырма берем. Ой! Анау тұрған орманның ар жағында сайда су ағып жатыр. Су ма? Сол судан өтіп, Я? ар жағында өсіп тұрған алма ағашына бірге барып, алма ағашының жемісін маған алып келіңдер. Ай, алмата шығады. Сол кезде қайсыңның епті, қайсыңның күшті екендеріңді айтып берем депті. Сол кезде піл маймылды ертіп алып, өзеннен өте берген кезде, маймыл өзеннен өте алмайтынын біліп, тұнжырап қала береді. Піл сол кезде маймылға: «Сен уайымдама, менің мына иығыма мініп ал» дейді. Ой, рахмет піл. Маймыл сол кезде пілдің иығына мініп алады. Екеуі бірге өзеннен ары қарай өтіп кетеді. Ой, күшті. Өтіп кетсе, анадай жерде алма ағашы тұр. Піл масаттанғанмен қанша тұмсығын көтерсе де, әлгі алмаларды ала алмапты. Ой, ала алмады. Ал маймыл сол кезде былай айтыпты: «Балалар, қазір тұра тұрыңдар. Мен барып бұтақтан бұтаққа секіріп, алманың үстіне шығып алам» депті. Сол кезде маймыл секіріп, алма ағаштың үстіне мініп алады да, алмаларды сілкіп, барлық алманы жерге түсіреді. Я, мен сондаймын. Екеуі алмаларды жинап, әлгі үкіге алып келеді. Үкі сол кезде алмаларға қарап тұрып: «Мені көрдіңдер ме? Бұл жерде күштілік, ептілік ең басты емес. Ең бастысы екеуінің бірге барып, бір шешімге келгендерің» дейді. Көрдіңдер ме? Екеуі алмаға барам деп, бір-бірімен дос болып қайтқан екен. Қандай күшті. Ал, саған ұнады ма? Қандай керемет. Сонда піл де маймыл да епті болғаны ғой, я? Екеуі де епті болған. Вау, қандай күшті. Піл маймыл пілдің үстіне отырып алып өзеннен өтті. Піл оған көмектесті. Ал маймыл болса ағаштан алма жинап берді. Үкі сонда қандай шешімге келді деп ойлайсың, маймыл? Бұл жерде достық мәселесі шешілген. Көрдіңдер ме? Міне, менің ертегім сендерге және маймылға ұнап жатса, балалар, мен сендермен бүгін қоштасам. Сау болыңдар, балалар. Келесі кездескенге дейін қош, сау болыңыздар.